Ханафи.kz ұсынады. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті мұсылман жамағат, Алла Субхана ва Тағаланың алдымызда ұлы айларының бірі, айлардың сұлтаны Рамазан айы келе жатыр. Бұл ай мұсылман үмметіне берілген үлкен мүмкіндік. Бұл айда Алла Субхана ва Тағала сауаптарды еселейді. Бұл айда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, шайтандар кісенделіп, тозақтардың есігі жабылып, жәннаттардың есігі ашылатын ай. Бұл айды әрбір мұсылман ғанимет біліп, әрбір күнін дұрыс пайдалануы тиіс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадис шарифінде «Бауда ман адрака Рамадана ва лам юғфар лах». Рамазан айына келіп тұрып, Рамазан айында бола тұра, күнәләрінің кешірілуіне қол жеткізе алмаған адам, күнәләрі кешірілген халде Рамазаннан шыға алмаған адам, Алла Субхана ва Тағаланың мейірімінен, Алланың жақсылығынан ұзақ болсын деген. Яғни, бұл айды пайдалана білмеген адам, бұл айдан күнәләрінен ағаш күзде жапырағынан қалай айырылса, жапырағы қалай төгілсе, солай күнәләрінен айырылып, күнәләрінен төгіліп шықпаған адамның ісінің қандай жамандығын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы хадисінде бізге сипаттап беріп тұр. Яғни, бұл адам үсті басы кірі болып, үсті жаман халде, жанында есігі ашық 30 күн бойы таптаза мөп-мөлдір суымен монша тұрды, жанында тазаланудың түрлі мүмкіндіктер тұрды, бірақ соны пайдаланбастан бір айдан кейін сол кір қожалық халінде, сасыған халінде қалған адам секілді. Сол үшін де әрбір мұсылман осы айды дұрыс пайдалана білуі керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде Алла Субхана ва Тағала айтады дейді: «Күллу хасанатин би'ашри амсалиха». Әрбір сауапты іс 10 есеге дейін Алла Субхана ва Тағала сауабын тағы да есейтеді, тағы да көбейтеді. Және Алла Субхана ва Тағала ары қарай оны тағы 700 есеге дейін тағы да адамның ниетіне, құлшынысына қарай көбейтіп асырып береді. Илля сиям, оразадан басқасы дейді. Фа иннаху ли ва ана аджзи бих. Алла Субхана ва Тағала бір сауапты іске 700 есеге дейін сауабын беріп жатса, 700 есеге дейін соның жақсылығын қайтарып жатса, енді оразаның қаншалықты сауабының мол екенін өзіне қалдырды, оны баяндаған жоқ. Ал ораза болатын болса, бұл сабырлық айы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде «Ас-сауму нисфус сабр» деді. Яғни, ораза бұл сабырлықтың жартысы деді. Басқа бір хадисінде «Ас-сабру нисфул иман». Сабырлық болса, иманның жартысы деді. Егер осы екі хадисті жинап қарайтын болсақ, онда ораза иманның 4/1-іне тең келіп тұр. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның осы хадисіне сүйенсек, ораза айы бұл сабырлық айы. Алла Субхана ва Тағала Құран Кәрімде «Иннама юаффас сабируна ажрахум биғайри хисаб». Сабыр етушілер ертең қияметте сауабын есепсіз алады деді. Сабыр етушілер. Ораза сабырлық айы. Ондай болатын болса, ораза тұтушылар сауабын есепсіз алады. Сол үшін де Алла Субхана ва Тағала оразаның сауабын мен өзім беремін деп нақты сауап белгілеген жоқ. Яғни оның сауабы ерекше, сауабы өте мол.
Және Алла субханала тағала Құран Кәрімде «Кулу вашрабу ханиан бима аслафтум фил айямил халия». Өткен күндеріңдегі амалдарыңның себебімен бүгін жеңдер, ішіңдер дейді. Осы аяттың тәфсирінде ғұламаларымыз бұл аят оразаға да қатысты. Сол күндері, яғни алдымызда келе жатқан ораза айында мұсылмандар тамағын тастайды, сусынын тастайды. Алла разылығы үшін осы нәрселердің бәрінен таң атқаннан күн батқанға дейін өздерін тыяды. Сондай қиын күндерде, әлбетте, жаз айында ораза тұту жеңіл деп ешкім айтпайды. Бірақ Алла субханала тағала сол қиналған күндерің үшін міне бүгін жеңдер, ішіңдер деп ертең әрбір қиналған күніміздің сауабын есе етіп молынан береді. Сол күнде адамдар қап бізде ораза тұтқанымызда, бізде сол аз ғана қиналсақ та қиналып, бірақ осы бүгінде осы ораза тұтқандар секілді, сауапқа ораза тұтқандар секілді жақсылыққа кенелсек еді деп армандап қалады. Сол үшін де әрбір мұсылман бұл уақытты дұрыс пайдалана білу керек. Кейбір өкінішке орай адамдардың жақсылыққа ұмтылуына, сауап істерге ұмтылуына білімсіздікпен кедергі болып жатқан кейбір бауырларымыз намаз оқымасаң ораза тұтпай-ақ қой, ораза тұтқаныңның пайдасы жоқ деген сөздерді айтып, оразаға ниеттеніп жүрген адамның да ниетін, ойын бұзып жатады. Әлбетте, бұл надандық. Алла субханала тағала сол айдағы оразасының себебімен, кешкі уақыттарда намазға келуінің себебімен жүрегін ашып, оразадан кейін ары қарай намазын тағы да жалғастырып, 5 уақыт намазға көшіп, ол адамның тура жолға түспеуіне кім кепіл? Яғни ол осы айды дұрыс пайдаланып, соның себебімен жүрегі ашылып, Алла субханала тағала оны хидаят жолына бастауы мүмкін. Сол үшін де бұндай білімсіз сөздермен адамдарды оразадан тыю, бұл әлбетте адамдарды жақсылықтың, хидаяттың себебінен тыю болып табылады. Қанша адамдарды көріп жатырмыз, қажылыққа барып келіп, қажылыққа бара жатқан кезде намаз оқымай барады. Сол жақта қажылармен бірге ілесіп намаз оқиды, намаз үйренеді. Келгеннен кейін 5 уақыт намазын оқып, мешіттің тұрақты жамағатына айналып жатады. Ал кез келген амалдың қабыл болуының бірден бір белгісі, бірден бір аламаты, ғұламаларымыз айтқандай, ол адамның сол жақсы істен кейін тағы да басқа да жақсы істерге көшуі. Құранда Алла субханала тағала «Уәлләзина ихтадау задахум худа», тура жолға түскендердің Алла туралығын тағы да арттырады деді. Яғни ол адамның ары қарай ісі оңдалып жатса, ісі жақсарып жатса, амалы жақсарып жатса, мұнда оның оразасы болсын, мейлі қажылығы болсын, осы амалдарының қабыл болғанының белгісі. Сол үшін де осындай мүмкіншілікті дұрыс пайдаланып, мейлі намаз оқитын, 5 уақыт намазға жығылған адам болсын, жығылмаған адам болсын, ораза тұтуы тиіс. Баршамыз ораза тұтуға тиістіміз. Және әл-әжру аля қадрил машаққа деп ғұламаларымыз айтады. Яғни қиыншылыққа қарай кез келген амалдың сауабы тағы да еселене түседі. Кейбір адамдар айтқан екен, алдын ғұламалар келіп, дін адамдары келіп, дінге уағыздаған кезде, мына айтып жатқан дінің жақсы екен, бірақ біз осы сенің оразаңды қыста тұтып, намазыңды жазда оқысақ қайтеді деп, яғни оразаның жаз кезінде қиын екенін біліп, осындай сөзді айтқан екен дейді. Әлбетте, алдымызда келе жатқан жаз күндерінде күн ұзақ, күн ыстық, ораза тұту жеңіл емес, бірақ Алла субханала тағала соның қиыншылығына қарай сауабын тағы да еселеп береді. Тағы да Алла субханала тағала сауабын көбейтіп береді. Ол қыстың кезіндегі ораза мен жаздың кезіндегі ораза тең емес. Әлбетте соған қарай екеуінің сауабы да ерекше болады.
алдымыздағы уақыттарда иншаллах дұрыс пайдаланатын болсақ, күннің ыстығына, ұзақтығына қарамастан шын ниетпен кірісетін болсақ, Алла субханала тағала бұл ниетімізге қарай ісімізді жеңілдетіп береді. Ораза тұтып жатқан әрбір адам айтады: субханалла, ораза айында бір ерекше жеңілдік бар дейді. Алла субханала тағала жеңілдетіп қояды. Иншалла біз ықыласымызды, ниетімізді дұрыстап осыған кірісейік, Алла субханала тағала ар жағын өзі жеңілдетіп қояды. Бағана хадисте біз айтып кеттік, ол айда шайтандар кісенделеді, тозақтардың есігі жабылады. Яғни Алла субханала тағала адамға құлшылықты жеңілдетіп береді. Сол үшін де осындай алдымызда келе жатқан мүмкіншіліктен қапы қалмайық, мүмкіншіліктен махрұм қалмайық. Әсіресе алдын ораза тұтпаған адамдар. Бұл қаншасыншы оразаңыз? Келесі оразаны тұтармын, бұл жылда қиналып тұрмын, тағы да келесі жылы тұтармын деп қанша оразаны өткіздіңіз? Қанша келесі оразада тұтамын деген оразаларыңыз тұтылмай кетті? Бұл мүмкін соңғы оразамыз болар, бұл мүмкін соңғы Алла субханала тағаланың беріп тұрған мүмкіншілігі болар. Ертең қияметке барған кезде: ей Раббым, мені бір сәтке қайтаршы, бір аз ғана уақытқа, бір күнге, жарты күнге қайтаршы, мен лағалли а'малу салиха, бір ізгі амал жасармын, мен бір күн болса да ораза тұтып қалармын, мен бір сағат болса да Раббыма құлшылық жасармын деп адамның осы күндерді аңсап, осы күндерді армандап қалатын күніне бармай тұрып, осы күндерді мүмкіншілік, осы Алла субханала тағаланың беріп тұрған мүмкіншілігін пайдаланайық. Қазір қанша о дүниелік адамдар осы біздің бекерге өткізіп жатқан әрбір сағатымызды, әрбір күнімізді, әрбір минутымызды, шіркін осы уақыт, осы бекерге кетіп жатқан уақыттар қазір бізге мүмкіншілік етіп берілсе еді, біз осыны пайдаланып құлшылық жасап қалар едік деп, біздің бекерге өткізіп жатқан қанша уақыттарымызды, оразасыз өткізген қанша күндерімізді аңсап жатыр. Қанша өлілер біздің қазіргі жағдайымызда болуды армандайды. Алла субханала тағала бізді де солардың қатарына кіргізіп қойып, қап бекер кеткен күндер ай деп өкініп қалмай тұрып, осы күндерді ғанимет білейік. Осы күндерді ғанимет білсек, иншалла осы күндерді құлшылықпен өткізетін болсақ, ертең Алла субханала тағаланың алдына барғанда күмәніңіз болмасын, бұған қуанышыңыз шексіз болады. Қуанышыңыз шексіз болады. Себебі бұл күндер қайтып келмейді. Біздің әрбір өтіп жатқан күніміз ғанимет. Имам Хасан аль-Басри рахимахулла айтқан екен: әрбір атқан таң атып жатып, әрбір шыққан күн шығып жатып, ябна адам, ей адам баласы, ана яумун жадид ва аля амалика шахид, мен сенің өміріңдегі тағы бір жаңа бір күнмін. Осы күн мен сенің амалыңа, мен тағы бір күн сенің амалыңа куәгер боламын. Фағтанимни, мені дұрыс пайдалан. Фаинни ин захабту лан ауда хатта яумил қияма, мен егер кететін болсам, қияметке дейін қайтып келмеймін деп айтады деді. Яғни әрбір өткен күн қайтарылмайды. Әрбір өткен күн қайтып келмеске кетіп жатыр. Қайтып келеді. Қашан қайтып келеді? Қияметте қайтып келеді. Қияметте қайтып келгенде мына кітап секілді келеді. Әрбір күнімізде не жасағанымыз жазылып тұр. Міне 30 күн оразамыз, 30 парақ. Сол парақтарымыз бос күйінде, керісінше ораза тұтпастан күнәмен өткізіп, күнәмен толтырып жіберетін болсақ, ертең әрбір парағымыз, әрбір күніміз бізге өкініш болады. Алла субханала тағала ертең қияметке барғанда бармағын шайнап өкініште болғандардан болудан сақтасын. Құрметті ағайын, Алла субханала тағала осы айды керекті деңгейде, тиісті деңгейде пайдалануды сізбен бізге нәсіп етсін. Алла субханала тағала алда келе жатқан ораза айымызды мұбарак етіп, сол айдан иншалла күнәміз төгілген халде, Алланың мейіріміне қол жеткізген халде шығуымызды және иншалла қияметте Райян есігінен жәннатқа кіруге лайық болғандардан
bolugumuzu nasip etsin. Allah subhanahu wa taala bärimizge faydaly bilim nasip etsin. Bilimlerimizge amal etýümizde, jany amallarymyzyň kabul bolugyny nasip etsin. Subhanakallahu